Мысалы адам өмір бақи күнә істеді, істемеген нәрсесі де жоқ деп болған күн біреудің да. Сонда сосын күндердің бір күні Раббысына қарай қайтып, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деп шын жүрегімен түсініп, Алладан басқадан жәрдем сұрамайды, Алладан басқаға сыйынбайды, сөйтіп өмірден озып кетті. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады: юта яумал қиямати бир раджули. Бір риуаятында саястахлису раджулан мин уммати деген. Аллах тағала менің үмбетімнен дейді, қараңыздар. Пайғамбарымыздың елшілігі басталған. Менің үмбетімнен бір адамды күллі жаратылыстардың алдына әкеледі дейді. Күллі жаратылыстардың алдына әкеледі. Ала руусил халаиқи. Күллі жаратылыс, күллі мақлықтардың алдына әкеледі дейді. Фаяншуру лаху тисғатан ва тисғина сижиллан. Сөйтіп сол жерде дейді 99 кітап әкелінеді дейді. 99 кітап әкелінеді. Күллі сижиллин мәддәл басыр. Әрбір кітап дейді, әрбір кітап адамның көзі жететін жерге дейінгі көлемді қамтыған дейді. Ойлақ адам не болып жатыр да? Бірақ оның өмірінің соңы жаңағы нәрсемен аяқталған. Түсіндіңіздер ме? Сонда 99 кітапты әкеледі. Сосын жаңағы кісінің жүрегін Алла Тағала сол хадисте баяндайды, қазір көресіздер. Жүрегі кіріспе ретінде. Жүрегі өзін ақтамайтын кісі ешқашан. Түсінді ба? Ешқашан ақтамайтын, сылтаурататын, сылтау айтатын кісі емес. Сонда Алла Тағала айтады, жаңа 99 кітапты әкеп таразыға қойылмаған әлі. Содан Алла Тағала сұрайды екен ол кісіден: хал тункиру мин залика шейъан. Мына 99 кітаптың ішіндегі амалдар, осының ішінен бір нәрсені теріске шығарасың ба дейді. Сонда жаңа құлды қараңыздар. Қала ла я рабби. Жоқ Раббым, ешқайсысын теріске шығарамаймын. Екінші сұрақ: хал заламака катабатиз ал-хафизун. Әлгі оң жақ сол жағындағы амалдарыңды жазған періштелер әділетсіздік жасап бекен кітаптың ішінде саған? Ла я рабби. Жоқ Раббым. Сосын айтады: халлака мин узрин. Осы нәрселердің барлығына сен бір айтатын сылтауың бар ма дейді. Ла я рабби. Раббым, жоқ ешқандай сылтаумен. Сосын соңғы сұрақ қойылады екен: халлака мин хасана. Сенде бір жақсылық бар ма ең құрмаса? Фаяхабур раджул. Қорқып кетеді дейді адам. Сондай дәрежеде қорқып кетіп, фаяхулу ла я рабби. Раббым, жоқ. Сонда Аллах Тағала айтады екен оған: бәлә, о не дегенің? Инна лака индана хасанатан вахида. Біздің қасымызда сенің бір ғана жақсылығың бар дейді. Бір ғана жақсылығың бар дейді. Фатухруджу лаху битоқа. Бір кезде бір жапырақ қағаз түсіп келе жатыр дейді. Фиха ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулу деген. Жаңағы жапырақ қағазда Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлік беремін, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне деген. Сенің осы бір жақсылығың бар дейді бізде. Ухтур уазнак, бар таразыңның алдына дейді. Сонда жаңағы құл айтады ішінен: Раббым, ма хазихил битоқату ма хазихил сижилат. Мынандай ауыр 99 кітаптың қасында мына жапырақ қағаз не істейді, Раббым? Иннака ла тузламу л-йаума. Сөзсіз саған бүгін әділетсіздік жасалмайды. Фатудағу сижилату фи киффатин. Бүкіл 99 ауыр кітап таразының бір табақшасына салынады. Ватудағу л-битоқату фи киффатин. Екінші табақшасына бір жапырақ қағаз салынады. Қараңыздар. Фатошати сижилат. 99 кітаптың салмағы жоқ болып кетеді де фасахулатил битоқату. Жүр жапырақ қағаз сілдей тартады дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: Ла ясқулу мағасмиллахи шейун. Алланың есімімен бірге еш нәрсе салмақ бере алмайды дейді. Сондағы жаңағы кісінікі, көріңіз бе? Жаңағы істеген 99 кітабындағы күнәсі, өзіңіз ойлай беріңіз қандай нәрселер. Сосын өмірінің соңында
сондай дәрежеде Раббысын мойындап қайтқан кезде, мысалы, жоқ, кешті Алла Тағала. Көрдіңіз ғой?